Сәлем достар, бүгін ерекше түрде сосискіден дайын болатын рулет тәріздес булочка жасайтын боламыз. Ерекше бір тағаммен бөліскім келіп отыр. Оған менде дайын тестім бар, ашытылған. Соған сосиска, сосын сыр керек, сосын бетіне бір жұмыртқа керек. Қазір дайындап, соны сіздерге көрсететін боламын. Бірінші қамырымызды жайып илеп аламыз. Сосискамызды осылай сырымызды саламыз. Қамырымыздың үстіне сырымызды әбден сеуіп салып аламыз. Осылай рулет сияқты қылып бәрін кесіп аламыз. Осылай қылып рулет қылып кесіп аламыз да, бетіне жұмыртқаның сарысын тегістеп жағып шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған духовкамызге 20-25 минутқа салып аламыз. Міне тез дайын болып қалды. Өте тез, бауырсақтың тестісінен жасалған, алдын ала ашытылған. Сондықтан өте тез пісіп қалды. Сіздер де осылай жасауларыңызға болады. Үйлеріңізде кішкентай балалар болса, немесе өздеріңізге де осылай тәттілеп жасап жеуге болады. Өте керемет, жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Маған қолдау білдіріп, подписка жасап тіркелмегендер комментария жазып, маған қолдау білдіріп кетіңіздер достар. Келесі кездескенше.